Адамдар. Мұрат Кенжебаев. Аққу, жарты сағаттан соң папаң келеді. Соған дейін шай дайындап қоямыз, я? Кешкі шайына тәтті бәліш пісірмекшімін. Папаң жақсы көретін тосап қосылған бәліш деп, қызына сөйлей жүріп Гүлмайра газ плитаның пешіне бәліштің қамырын салды. Керек температураны қойды да, қолын алжапқышқа сүртіп тұрып, міне бізде бәрі дайын. Папаң сені алдын алып отырып тәтті бәлішпен шай ішеді. Содан соң сен жуынасың, сүйікті мультигіңді көріп ұйықтайсың дей бере. Мә, үйдегі сүтті бәліштің қамырына қосыппын ғой. Шайға сүт қалдырмаған екем ғой. Қап, енді қайттық, бәлішті де қарап тұратын адам керек. Аққу балапаным, ақша берейін, төмендегі бутиктен сүт әкеле қойшы. Күндегі өзіңе келіп жүрген сүтті білесің ғой. Содан бір құтысын ал, сосын өзіңе бір чупа-чуп сала ғой жаным. Тек әрі қарай шықпа, көлік көп. Төмендегі бутикке барда кері қайт. Жақсы ма жаным деп, қолына 1000 теңгелік ақша беріп, өздері тұратын көп қабатты үйдің төменінде орналасқан дүкенге жұмсады. Биыл 7 жасқа толған аққу өте сүйкімді болып өсіп келе жатыр. Аққу десе аққудай. Еліктің көзіндей мөлдіреген көздері, домалақ жүзді томпиған түрі, түрлі түсті бантик таққанда құлпырып шыға келетін қызғылт қоңырқай қысқа шашы, және не кисе жараса кетер тұлғасы, таза анық қазақ тілінде тықылдап сөйлегені бәрі керемет. Осы подъезде тұратын барлық көрші аққудың періште көңілін, сүйкімді түрін өте жақсы көретін. Екінші қабатта тұратын аққу секектей басып, подъезд алдына шықты да, оң қапталда тұрған дүңгіршек дүкенге қарай бұрылды. Дәл осы сәтте алдында кетіп бара жатқан екі әйел: жылдамдатайық, бүгін ол супермаркетте үлкен жеңілдіктер болып жатыр. Бір сүт алсаң, екінші сүт тегін екен. Басқа да азық-түлікке жеңілдіктер бар екен. Тездетейік деп аяқтарын жылдам баса жөнелді. Аққудың құлағын елең еткізгені, бір сүт алсаң қасына тағы бірін қосып береді дегені болды. Бұл ол супермаркетті біледі. Папасы мен мамасымен жиі барып тұрады. Супермаркет жарнамалары көздің жауын алып әне көрініп тұр. Жолдан өтсе болды. Бір сүттің орнына 2 сүт апарсам, тағы бір тәтті бәлішке жететін болады деген ой аққуды құстай ұшырып, үлкен супермаркеттің шыны сүлкен ақ пластик есіктерінің алдынан бір-ақ шығарды. Ішке кірген бойда есік алдындағы орындықта отыратын өңі де шашы да сары аққу Күнағай деп атап кеткен домалақ жүзді күзетші ағайды көрді. Сәлеметсіз бе Күнағай, күн жақсы болғай деп, тұп-тұнық көздерін барын шашып, жайдарлы жүзбен қардай аппақ тістері көріне тақылдай амандасты. О, аққу балапан, неғып жүрсің? Мамаңмен келдің бе деп барынша жылы шыраймен есік жақты тінте қарап, аққудың мамасын көзбен іздеді. Дәл сол аққулар тұратын үйдің 5-ші қабатында тұратын бұл ағай аққудың отбасын жақсы танитын. Жоқ, мамам папамның алдынан бәліш пісіріп жатыр, мен тек сүт алам да шығам деп, азық-түлік сататын павильонға қарай жүгіре басып кете барды. Күнағай аталған жақсылық күзетші рациямен екінші күзетшіні шақырды да, өзі тыпыршып тағатсыздана бастады. Бұл кезде аққу 2 құты сүтін алып кассаға келе жатқан. Қалған майда шүйде кәмпит сағыз, чупа-чупстар кассаның қасында сатылатынын білетін еді. Осы кезде супермаркеттің дауыс ұлғайтқышынан: құрметті келушілер, біздің супермаркетте азық-түлік тауарларына 20% жеңілдіктер басталды деп хабарлады. Бір сәттік тыныштықтан соң дүкен іші араның ұясындай құжынап кетті. Адамдар ұстағандай кассаға ұмтылды. Кассаға 6-7 метр жер қалған аққуды әуелі қолында макарон, екінші қолында ұнтақталған қант ұстаған үлкен бір әйел қағып өтті. Қауырсынның салмағындай қыз екпінімен етпеттей құлады. Орнынан тұра, қолынан түсіп кеткен сүтті іздеймін дегенде, тағы бір ер адам аяғынан қағып түсті. Әй, мына аяқ қоратылған бала кімдікі-ай? Қарамайсыңдар ма балаларыңа деп бұрқырап барады. Сол арада павильонға кірушілер мен кассаға барушылар нөпірі кездесті. Орнынан тұра алмай жатқан аққудың біреуі қолынан басса, екіншісі белінен басты, тағы бірі басына сүрінді. Кішкентай қызға бірдеңе боп қалар-ау деп жанұшыра жеткен жақсылық жұртты итермелей, киіп жарып келіп аққудың денесін қалқалай берді. Айуандар, баланы бастыңдар, тоқта кәне, әй, адамсыңдар ма? Астарыңда бала қалып кетті. Тоқтат кәне деп айғайлап жатыр. Касса, тоқтат сауданы, ұрлық дегенде барып жұрт тынышталып сабырға келе бастады. Арзан азық-түлік дегенге ел іріп,
ескетіп көздері қанталап тұрған адамдар не болғанын әлі толық түсініп болған жоқ. Кейбіреулері: «Әй, болсаңшы тез, не боп жатыр? Сауданы тоқтатып не істеп жүр? Жұртты иіріп не қылдыңдар?» деген үзік жұлық, ренішті дауыстар естіліп қалып жатты. Аққу бұл кезде әдемі жылтырақ, бірақ тастай қатты суық еденде жатқанды. Мұрны мен езуінен болар болмас қан көрінген бүлдіршін қимылсыз еді. «Дәрігер, араларыңда дәрігер бар ма? Бала демала алмай жатыр» дегенде, арт жақтан жастау бір келіншек айғайлады: «Бар, мен балалар дәрігерімін, ашыңыздар жолды, жол беріңіздер» деген қыстырыла қинала шыққан дауысқа жұрт жақтырмай жол бере бастады. «Ту, немене мынау, өткізе қойшы» деп әлі де жете алмай жүрген дәрігердің бағытын байқаған Жақсылық резеңке таяғын көтеріп: «Кет былай, кет дедім ғой, айуандар, құлқын тамақ үшін адам өлтіретін азғындар, аш жолды бол» деп сары жүзі өрттей болып қызарып ақырғанда әрең бір адам сияр жол ашылды. Біреулер жалма-жан қалта телефонға түсіріп жатса, біреулер жаман күзетшіге дейін: «Құдай, бұл халыққа соткаға түсіріп алып ютубқа салу керек. Кім ол сонша мұншама адамға айуан дейтіндей? Күзетшіге келушіні қорласын деген заң бар ма не?» деп сөйлеп жатыр еді. Қасындағы еңгезердегісі: «Жапшай аузыңды, жағыңды айырсын демесең» деп ақырып қалды. Дәрігер тізерлей отыра қалып аққудың үстіне төне кетті. Тамырын ұстады, кеудесін тағы бір тыңдады да: «Жүрегі соғып тұр, жедел жәрдем шақырыңыздар, тездетіңіздер, жеткізу керек, жылдамырақ» деп жан дәрмені шыға айғайлады. Қызының келер уақыты өтіп кеткеніне мазасызданған анасы плитаны өшіріп, қолына телефон ұстай үйдің төменінде орналасқан дүңгіршікке келді. Ондағылар аққудың жолдан өтіп супермаркетке кіріп кеткенін айтты. Жан ұшырып дүкенге кіргенде иіріліп тұрған адамдарды көріп жүрегі дүрсілдеп, бір жамандықты сездіргендей болды. Жедел жәрдем дәрігерлерімен қатар жеткен мамасы қызын көріп қасына етпеттей құлады. «Балапаным-ау, ботақаным-ау, көзіңді ашшы күнім-ау, не болды саған жаным-ау» деп жылай құшақтап отыр. Нөпірдің астында қалды. Жұрт жапа-тармағай арзан тамаққа ұмтылғанда аяқ астында қалып кетті. «Кешір қарағым, мен жете салмай қалдым» деп ақтала сөйледі Жақсылық күзетші. Бұл кезде дәрігер аққуға бір екпе салып, мұрнына бір нәрсе ескетіп жатқан. Аққудың мамасы: Сіздер де адамсыздар ма? Сіздердің де балаларыңыз бар ма? Тамақты 15 теңге арзан аламыз деп адам өлтіресіздер ме? Айналайындар-ау, адамсыздар ғой. Жабайы жыртқыштарда кішкентайын қорғайды ғой. Жабайылар, жауыздар, ай!» деп дауыс етіп жылап жатқанда, бағанағы күзетшіге ренжіген кісі: «Балаңызға ие болмайсыз ба? Жұрттан несін көресіз? Сосын охрана қараусыз балаларды не үшін кіргізеді? Сосын супермаркеттің әкімшілігі қайда? Алғашқы медициналық көмек көрсету жабдықтары қайда?» деп кінәлай сөйлеп бастап еді. Ерілген жұрт қоштай кетті. «Иә, соны айтам-ау, баласын қарамай ма? Дүкеншілер не істеп тұр?» деп ақталып жатты. Аққудың мамасы: «Жауыздар-ай, құлқын тамақ үшін адам өлтіретін айуандар-ай» дей бергенде, топ-тұнық көздерін ашқан аққу барынша мейірімді дауыспен: «Мама, оларға ұрыспаңызшы, олар адамдар ғой» деді. Шетелде хайуанаттар паркінде ең жыртқышаң деген тордың ішінде үлкен айна тұр дейді. Мүмкін ол да дұрыс шығар. Меңіреу керең соқыр қоғамда шынымен де ең жыртқышаң адам бекен? Біздің қоғамның керең соқыр екендігі сонша ештеңеге селт етпейді, ештеңеге мән бермейді. Адам үшін айнала түгел кінәлі, тек өз емес. Адамдар не болып кетті? Мұрат Кенжебаев, оқыған Сұңғат Ғазиз.